университетке келгеннен кейін мен бірден дебат клубын іздей бастадым. 4 командаға бөлініп алып, азартына кіріп кетіп, қызып ойнаған ол мүлдем ерекше. Жалпы сіздердің өмірлеріңізде пікірсайыс деген не? Десек те, не десек те, сенсең де, сенбесең де, таңдау өзіңде, үндемесең. Қайырлы күн достар, Торайғыров университетінде толық тою студиясында тою жастар бағдарламасы. Бүгін бізде ерекше қонақтар, және де университетімізде жастар саясатына ораторлық қабілетті, қоғам алдында ерекше сөйлеу мәдениетін қалыптастырып жүрген президент дебат клубы. Бүгін бізде қонақта президент дебат клубының негізін қалаушы Дәлелхан Кенжебек, сонымен қатар қазіргі таңдағы президент пікірсайыс ұйымының төрағасы Назымбек Данияр. Біз білетін президент дебат клубы 2019 жылдан бері өз жұмысын бастап келеді. Қазіргі таңда үлкен жетістіктерге, толағай табыстарға жетіп жүрген керемет пікірсайыс ұйымдарының бірі. Енді қонақтарымызбен таныс болсақ, алғашқы біздің керемет сұрақтарымыз, жалпы кез келген пікірсайыс ұйымдардың атауын қарасақ, әрқайсысы бір өзіндік мағынасы береді. Ақиқат, парасат дебат клубтары бар. Енді барлығына қызық сұрақ, неге сіздердің клубтарыңыздың аты президент? Осыны біз барлығына қайырлы кеш біріншіден. Біз осы заттарды балалармен барлығымыз ақылдасу арқылы, сол кездегі жаңа құраммен ақылдасу арқылы туындаған зат. Ең бірінші мағынасы, ең алғаш жалпы дебат ол жоғарыдағы президенттер мен президентке түсуші кандидаттардың арасында болатын сайыс болып көрінген алғашқы құрылу барысында. Сол ең алғаш біз Дуглас пен Линкольн арасында дебат болған, президенттердің арасында дебат болған. Соған мүмкін еліктеген шығармыз. Сол барыста президент деп атағанбыз. Негізі шығу тарихы соған жақын. Керемет, өйткені бізде көп жерде көреміз, тек қана президенттік форматтар, президенттік сайлауларда осындай пікірсайыстар көптеп өтеді. Енді қоғам алдына қарайтын болсақ, көптеген пікірсайыс деген не, дебат деген не деп сұраса, олардың барлығы екі адамның ұрысы, болмаса қыздардың бір таласы деп ойлайды. Жалпы шын мәнінде пікірсайыс деген не? Бәрінің айтатыны сол. Дебат ол ұрысу, салғыласу, соны сен үйретесіңдер ме? Жоқ, дебат ол ой-сана, дебат ол өте ақыл ойды жинайтын, информаттық базаны жинайтын құрал деп айтар едім. Бір жағынан ойын, балаларға информациялық базаны өте қатты қалыптастырып беретін ойын ең бастысы сол. Және де одан бөлек сен кез келген ситуацияға, кез келген қоғамда болсын, өзіңнің ішкі өміріңде болсын, кез келген ситуацияға анық екі жақты қарай аласың, соны істеге жақсы көре аласың, таяқтың екі ұшы бар деген сияқты, сол сияқты ақ пен қараны салыстыруға, ойлауға көп көмегін береді. Жай ұрыс пен дебаттың басты айырмашылығы ол дебатта ереженің бар болуы. Әр спикерға белгілі бір ережеге сай уақыт беріледі. Мысалы, британдық форматта ол 7 минут. 7 минут ол тек сенің уақытың. Сен ол 7 минутта не айтқың келеді, барын айта аласың. Тіпті саған біреу сұрақ қойғысы келсе, ол тек қол көтерумен ғана сұрақ саған қоя алады, және сенің сөзіңді ешқалай бөле алмайды. Және сен де басқа ойыншылардың сөзін тыңдайсың. Одан кейін дебатта төреші бар. Төреші ол әділ, объективті бір шешімге сендердің бір пікірлерінде жинай алады, оларды салыстыра алады. Қарапайым өмірдегі ұрыс керісте сондай шешімдер шығуы өте сирек. Ол формат, бір форматқа бейімделген зат қой. Ал негізгі дебаттың беретін базасы, негізгі ізденіс, тез ойлану, аргументтерді табу, оның барлығы өмірде де, жұмыста да үлкен үлесін береді. Жалпы дамуға өте қатты үлес береді. Менің ойымша, осындай бір қоғамда қалыптасқан нарративтерді жою үшін пікірсайысты біріншіден көбірек жарнамалау, сонымен қатар оны халық алдына көбірек көрсетсе, сол кезде адамдардың ойы дебатқа, пікірсайысқа деген көзқарасы
көбірек өзгереді деп ойлаймын. Жалпы сіздер қандай бір осындай бір нарративті жою үшін бір амал ұстанатын едіңіздер? Дәл осы неменені жою үшін бе? Дәл осы дебат, өсек, ұрыс, лерс дегенді жою жері үшін. деген сияқты. Иә, меніңше дәл сол адамды дебатқа келер едім. Бізде бір кейс болған. Дебаттан шыққан түлектер, алдымыз үйлендік, солар өздерінің әйелдерімен кеп дебат ойнады, тағы басқа. Қызға тұрмысқа шығып кеткен қыздарымыз кеп дебат ойнады. Оның алдында да басқа қалаларда да ондай жұмыстар жүріп жатты. Сол кезде адамдар дебатқа мүлдем қатысы жоқ адамдар сол кезде көрді, келді, қатысты. Одан бөлек министерствоның тарапынан осы дебатқа деген қолдау көп болған кезде көп оқушылар, мұны дебатқа қатысы жоқ мұғалімдер болсын кеп осы заттарды дебатты кеп көре бастады. Сол кезде дебатқа деген мүмкін көзқарастар өзгерген шығар. Өйткені сен кеп бір нәрсені сырттай бақылау бөлек, сырттай керіп есту бөлек, оған қатысу бөлек, оны көру бөлек, атмосфераны сезіну мүлдем басқа сезім. Сол себепті менің ойымша ол нәрсені әрқашан көріп әсер ету керек. Психологияда бар ғой, біз бірінші бір нәрсені адамға жеткізу үшін әрқашан әсер ету керекпіз. Бірінші әсер етеміз. Осы кезде әсердің арқасында ол жұмыс жасайды, ол адамға жетеді дейді. Меніңше сол әсер ету арқылы, әрқашан көрсету, жеткізу арқылы дебаттардың, ойындардың турнирге алып бару, бірге турнирлерде қатысу, тіпті соңғы орын алса да қатысу, сол нәрсені сезіну, әр раундтағы талқылау, ол нәрсенің барлығын өткен адам ғана дебат тек қана ұрыс емес деп түсінетін шығар. Осы менің де көп пікірсайыс достарым бар. Жалпы пікірсайыс дегенде әркім әртүрлі қабылдайды. Біреуі, мысалы мен өзім спорт ретінде қарастырамын, өйткені ол да адамдар жеңісті көреді, кәдімгідей төреші бар, адамдар бір жеңіске ұмтылады, жеңістің дәмін спортшылармен бірдей сезіне алады. Біреулер хобби ретінде қарайды, біреулер жалпы өзінің бір өмірлік мақсатына пайда ретінде ораторлық қабілетті дамытуға, тағысындағы пайдаларды алуға келеді. Жалпы сіздердің өмірлеріңізде пікірсайыс деген не? Мен өмірімде пікірсайыс деген даму болды. Ол мені ең алғаш дебатқа келген кезде дебатта жеңіліп қалдым сол ойында. Бір ойын болды, мектептегі ойын болды. 11-ші сынып, сол ойындан жеңіліп қалдым. Жеңіліп қалғаннан кейін үйге кетіп баратырмын, ойланып баратырмын. Өте көп ақпараттар келіп жатыр, мысалдар келіп жатыр. Мен жаңа неге осыны айтпадым, жаңа неге осы аргументтер есіме түспеді. Сондай нені ой қалыптасты. Дебатқа келу барысында әр ойын ойнаған сайын, әр раунд ойнаған сайын, әр турнирге қатысқан сайын менде жаңа ақпарат, адамдар багаж жинайды ғой, жаңа ақпарат, жаңа база, даму. Дебатқа келмей тұрып көп терминдармен, көп мемлекеттік құрылымдардың болмаса жұмыс жасайтын органдарды мүлдем басқаша түсініп жүргенім түсіндім. Ал қазір мен олардың бөлі жақсырақ ақпараттарын білем, дұрысырақ анықтамаларын білем. Ол менің ақпарат базамды нығайтты, одан бөлек мен базовый ойлау деңгейімен байланысты өте қатты әсер етті. Данияр, сенде? Өзім туралы айтсам, маған өзімді бір жақсы сезіну үшін өмірімде бәсекелес керек. Мен оны мектеп кезінде түрлі спортта да іздеген, футбол болсын, ауыр атлетикада қатыстым, волейболға да, шахматқа да, бірақ өзімді сол салада таба алмадым. Одан кейін дебатты көргенде, мен дебатта Кенжебек айтып жатқандай, өз бір ойларымды айтуда, өз бір жаңа ақпарат табу сияқты түрлі плюстарды таптым да, университетке келгеннен кейін мен бірден дебат клубын іздей бастадым. Одан кейін турнирларға шыққанда, мен осы өзім іздеген бәсекелеспен өзіме бір әкелетін пайданы таба алдым, осымен дебатта қалдым деп ойлаймын. Байқағанымыз әркімге әртүрлі бір пайдалар мен көбірек бір нәтижелерді берген сияқты. Енді жалпы осы президент пікірсайыс клубының тарихындағы ең үлкен жетістік қандай деп ойлайсыздар? Ең үлкен жетістік
әркімнің өзінің ба или жалпы жалпы? осы жалпы клуб клубтың. тарихындағы жалпы клубтың тарихындағы жетістіктермен бөліссеңіздер болады, немесе жалпы сіздер осы клубтағы мынау осы жетістік менің ойымша клубтағы ең үздік болмаса ең ауқымды жетістік деп айта алатындай. Бізде республикалық турнирлер болады. Ол турнирлердің жалпы масштабын әртүрлі. Ең жоғарғы жетістіктер деп көп болды ғой жалпы бірінші орында. Ол Нұрхан Бекханның неменені аманатты жеңіп алғаны, дубль жасады, үздік спикер болды, бірінші орын алды. Айсана екеуінің Астанадағы ең алғашқы жастар лигасының чемпиондары болған. Одан бөлек жалпы республикалық турнирлердің бірнеше рет чемпиондары болдыңдар. Өзінде бір рет болдым. Ал жалпы өзіңіздің жетістігіңіз? Мендегі ең үлкен жетістік екі топқа жатқызам. Екі топта біреуі ол Салауат каптағы финалға шыға алмай қалған кезім. Одан кейін тұңғыш капта 1-2-де ұшқан кезім. Екеуі де орын жоқ, бірақ өте қатты тартысты бәсекеге толы және өзімді жақсы сезінген турнирлердің бірі болды. Ал енді ең бағалы деп қабылдайтын ол Конгресс кап. Конгресс 16 чемпион, бірінші орын сол. Керемет. Мен өзім сол дебаттық карьерамда өзімнің ағаларымда сияқты қатты көп жетістіктерім жоқ. Бұл әлі алда деп есептеймін. Бірақ мен бірінші жылы 2 республикалық турнирда үздік жас спикер атанған. Ол Көкшетау қаласында өткен Көкен Шәкеевтің 100 жылдығына арналған республикалық пікірсайыс турнирі және Павлодар қаласында өткен Ақиқат кап турнирінде болған. Және одан бір ерекше тағы да өзімнің жетістігім ол теледидарға шығу. Ол Азамат теледебат шоуы. Ол бұрын болған, бірақ одан кейін жабыл қалып, 15 жылдан кейін жаңа маусым ашылды. Мен сол Азамат теледебатына Нұрсейінова Аялым деген өзіміздің университетіміздің қазіргі кездегі бітіріп кеткен студентімен барғанбыз. Сол кезде тіпті бір орын алмасақ та, осындай үлкен бір жобаға шығу біз үшін өте күшті жетістік деп санаймын. Мен де осы Азамат жайлы бір ауыз сөйлесем. Негізі біздің топта Нұрханның неменесі бар. Нұрханның құрамы бар, менің құрамым бар, Бекхандар бар. Бізге осы Азаматтың жетіспей қалғаны қатты өкіндіреді. Қатты біз магистр оқып жүрмін, мен ол кезде қатты қатысқымыз келді, бірақ болмай қалғаны. Жас буынның өте қатты ерекшелігі Торайғыров университетін экранға шығарды. Осы үздіктердің қатарында бірге болды. Біз үшін де барлық өздері үшін де бір үлкен жетістік атап өтетін, егер сендерден кейінгі жас буындар мықты ма десем, атап өтетін бірден бір ситуация осы шығар. Азамат бағдарламасы қазіргі таңда пікірсайыстың дамуына, қоғамда көбірек таралуына, адамдардың пікірсайыспен айналысуына септігін тигізіп жүрген үлкен бағдарлама деп ойлаймын. Болашақта осындай бағдарламалар көп болса, пікірсайыс жақсырақ дамиды деп ойлаймыз. Енді жалпы көп адамдар ойлайды, пікірсайысқа келген адам ол сөзшең болу керек, сөз қоры мол болу керек. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Менің ойымша пікірсайысқа кез келген адам келе алады. Жалпы адамдар сөйлей алмаса, осы пікірсайыс арқылы сөйлеу мәдениетін қалыптастыра алады, өзінің ойын қорғай алатын болады. Жалпы сіздердің ойыңызша қалай? Міндетті түрде пікірсайысқа келетін адам ол сөздік қоры мол, көпті көрген, болмаса көп білімді адам болу керек пе? Әлде кез келген адам келіп өзінің дамыта ала ма? Мен айтсам, Данияр жауап берсінші осы сұраққа. Біріншіден, сен айтып жатқан барлық қасиеттер ол тәжірибемен келетін қасиеттер. Өз басым, мен орыс қоғамында өскеннен кейін, мен университетке келгенде менің қазақшам өте нашар болды. Мен ораторлық қасиеттерім де өте нашар болған. Есімде ең алғашқы ішкі турнирда Кенжебек маған ұрысқан, қазақшамды жақсартсай, дамытсай, қазақша сөйлесей дегендей маған түрлі сын келген. Онда мен берілмедім, дебатқа бардым, оқыдым, барлығымен араластым, басқа пікірсайысшылармен
балдардан тыс Семей, Өскемен, Астана. Қазіргі кезде мен күшті оратор болмасам да, мен қазақша сөйлей бастадым. Мен өзімді камераның алдында енді еркін сезіне аламын, иә. Мен бір топтың алдында сөйлегім келсе, мен өзім бір ойымды еркін айта аламын деп есептеймін. Сондықтан барлық осы қасиеттер, ораторлық қасиеттер айтатын, барлығы ол тәжірибеден келеді. Ең бірінші, вот Кенжебек басында айтқандай, келіп көріңдер. Иә, маңызды емес. Жақсы сөйлеуі, шешен болуы. Бізде дебатта әртүрлі балалар бар, ашылған, бірнеше жетістіктерге жеткен, тұйық болған балаларды көрдік, турнирлерге барып, ашылып, оның бәрі тәжірибемен, дамумен. Ең бастысы, жалпы студенттік шақта неге мынау неменені таңдау керек? Жастар үйымына бару керек, кез келген жастар. Ол дебат болмасын, ол басқа болсын. Өйткені студенттік шақ ол дамитын шақ. Дамитын шақта біз өте қатты дамуға ұмтылу керекпіз, барлығы. Келіп, жатақханада жатып, сабаққа барып кеп, жатып жүрген студенттік өмірден әр түрлі заттарды көріп, бір іс-шараларды ұйымдастырып, бір іс-шараларға қатысып, жетістіктерге жеткен, ол әлде қайда жақсырақ деп ойлаймын. Және де қазіргі қоғам, қазіргі жастар, біз жастар ол дамуға ұмтылған жастармыз. Сол себепті әрқашан оққан, өзінің неменесін, өзінің мақсат қойып, сол мақсатқа жетем деген адам ешқашан өзгеруге ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Дебатта маңызды емес, шешен болып сөйлеу. Жалпы айтып жатырмыз ғой, пікірсайысқа кез келген адам келе алады деп. Жалпы осы президент ұйымына да қаншама пікірсайысшылар келді, қаншама түлектер шықты. Жалпы өздеріңіз жайдарманда айтады ғой, топ 5 мықты жайдарманшы деп. Ал өздеріңіз осы университеттен шыққан топ 5 пікірсайысшы ретінде кімдерді санайсыздар? Торайғыров президент, каптан шыққан. Осы Торайғыров университеттен шыққан топ 5 спикер. Топ 5 спикер баста. Ең бірінші, бұл Жақсылық Бихан. Мен аға буыным, мені дебатқа үйреткен, әлі күнге дейін бірге ойнайтын ағам. Және оның портфолиосындағы жетістіктер саны өте көп. Айтып жатқандай, Аманаттың кубогындай дубль жасап, үздік спикерді де алды, бірінші орынды алды. Сол үшін қазіргі кезде мен фаворитім. Топ 3 дегенде қалған екеуін айтпайсың ба? Топ 5 Кенжебек, мен қасында отырған аға болым. Біріншіден, ол дебатты ашты, бізге көп мүмкіндік берді. Және ең бірінші рет турнирға мен Кенжебекпен шыққанбыз Конгресс капқа. Сол кезде ол чемпион атанған, және ол мен үшін үлкен мотивация болды десем болады. Және келесі ол, сіз, Нұрхан мырза, ол сенде мен қатты бір досымсың, ағамсың. Енді бакалаврды бітіріп, магистратурада жүрсен де қаншама келіп, қазіргі жас буындардың барлығын үйретіп жүрген адам, я. Қазіргі бізде барлық жетістіктер осы сол біздің аға буындарымыздың арасында деп есептеймін. Сіз үшін топ 3 мықты спикер осы? Біздің клубтан, иә. Сізде? Біздің клубтан топ 3 спикер. Егер жетістіктері жағынан ол Бихан топ 1, біз онымен ешқандай да салға салмаймыз. Бихан топ 1. Екіншісі, мен өз буынымнан қоятын едім. Өз буындарының ішінде атап айтатын адам Севара. Өте мықты спикерлердің бірі болды. Одан бөлек, Нұрхан мен Айсананы бірге айту керек шығар, наверное. Екеуі бірге бастады, бірге бүкіл республиканы бір шулап, бір жыл бойы шулап, финалдан финал қалдырмай, одан кейін екеуі бірге топ 3-ке кіреді. Одан кейін мен атап айтатын ол поколение, ол буын, ол өзімнің буыным, который маған
жалғыз болдым құрылған кезде. Сол кезде қатты көмектескен, бірге осы президент дебат клубын осы деңгейге жетуге көмектескен буын. Тағы да айтып кеткім келеді, Бекболатты. Менің ойымша ол өте потенциалы жоғары, бірақ өте ерте өз дебаттық карьерасын бітірген адам ретінде есептеймін. Иә. Дамып жүрген кезінде, бабында прям прайм кезінде, қазіргі прайм кезінде аяқтаған балалардың бірі. Жалпы білеміз, пікірсайысшылар көптеген республикалық болсын, халықаралық турнирлерге қатысып жатады. Әр турнирде ерекше бір қызық сәттер болады, мәңгілік бір оқиғалар болып қалатын белгілі. Жалпы өздеріңіздің осы пікірсайыста ойнап жүрген кездегі ең қызықты сәттеріңізбен бөліссеңіздер. Жақсы сұрақ. Мен үшін ең қызықты сәт ол біз Көкшетауға барған кезде, сол 2 күн бойы Кенжебектің туыстарында қойған кездеріміз. Себебі біз сол кезде өте үлкен бір топпен бардық. Біз қанша бір 15 шақты адам болдық па біз? Өте үлкен топпен бардық. Одан кейін біз сол Кенжебектің енді жылқы сойдық. Біреулеріміз қалада жоғалып кеткен кездеріміз бар, такси шатастырып. Пойызда қаншама қызықты сәттер болды. Сол турнир мен үшін өте ерекше, есте қалған сәт. Бір сәтте апта сайын шығатын турнирлер болады. Өйткені Семей жанымызда, Астана жанымызда біздің форматқа жақсы келеді. Осы қалалардың турнирлеріне жиі шығамыз. Жақын болғандықтан. Осы жарыстарға шығу барысында қызықтар, жолда көп қызықтар болады одан бөлек. Бірақ мен үшін ең қызық болған сәт ол біз команда 2-ге бөліндік. Сол сәтте әркім өзінің таңдаған клуб неменесіне турниріне баруға барды. Нұрхан екеуміз спикер бірге ойнап, екеуміз Семей қаласында адамдық борышын турниріне қатыстық. Бекхан басқа спикермен Қарағанды қаласындағы Букетовтың турниріне қатысты. Букетов университетінің турниріне қатысты. Сол турнир екеуміз бір күнде болды. Бір күнде бір уақытта финал, бір уақытта екі бірдей бірінші орын. Біз үшін қатты қуанышты және қатты бір ерекше сәт болып, сезімге толы. Иә, бұл кереметтей жетістік әлі де есімізде. Жалпы бұл республикада көптеген бір клубтар тарихында қайталанбайтын жетістіктердің бірі деп есептейміз. Жалпы пікірсайыста білеміз, әркімнің өзіндік ойнау ерекшеліктері болады. Біреудің қайталауға тырысып жатады, біреулер мүлде қайталанбайтындай өзінің ойын ерекшелігі болатын еді. Жалпы сіздер қандай бір ойын ерекшелігі ұнайды? Болмаса сіз өзіңізді ең үздік ойнау ерекшелігі қайсысы деп танитын едіңіз? Жеңіске жету үшін ол формалды бір қалыпта аргументтенген дәлелдеу керек. Бір қалыпты формалды дәлелдеу ол маңызды жеңіске жету үшін. Бірақ турнирдің қызықты болу үшін, болмаса раундтың қызықты өту үшін бір қалыпты ойнау маған аса қатты ұнамайды. Конструктивті тұрғыда менің жеңіске жеткім келетін тұрғыда мен осы бір қалыпта, бір форматта ойнау керек. Өйткені ол төрешіге де түсінікті болады, ол жетістікке ұмтылтады. Бірақ қызықты болу үшін бізде фан ойындары бар. Төрешінің, спикердің басты мақсаты төрешілерді және аудиторияны күлдіру және өзінің идеясын дәлелдеу, сол арқылы. Маған сол ойындар қаттырақ ұнайды. Ішкі ойындар. Турнирлерден қарағанда ішкі ойындар ол сенімен ойнау, Даниярмен ойнау, ол Бекханмен ойнау, ол Бекболатпен ойнау. Ішімізде бір-бірімізден 4 командаға бөлініп алып, азартына кіріп кетіп, қызып ойнаған, ол мүлдем ерекше. Және де ол жерде бірінші ранг алу, бірінші орын алу, екінші ранг алу деген жоқ. Тек ең бастысы өзіңнің идеяңды дәлелдеу, барынша қызықты қылып, күшті қылып дәлелдеу. Менде сол кезде немене бар, гешталь бар, ол Бекханнан қарағанда күштірек дәлелдеу деген сияқты.
Бекханнан қарағанда Бекханды күлкіге қалдыру деген сияқты кештер бар. Ол нәрселер жабылды. Ол маған ұнайды. Сол формат маған қаттырақ ұнайды. Ол маған қызықты етеді. Бірақ ол жетістікке жету үшін емес, тағы да айтамын. Маған да осындай фан форматтар ұнайды, бірақ олар тым көп болғанда, тым жиі болғанда, ол қатты жалықтырып жүреді. Кейде мен дебатқа не үшін келдім дегендей ойлар, дебат ол жай ұрыс керіс деген ойлар қайта келе бастайды. Себебі сен сол турнирда көретін андай аргумент деген заттар ұмытыла бастайды. Мен турнирларға барып, әсіресе маған Астана регионындағы турнирлар ұнайды. Себебі сол жақтың деңгейі өте жоғары. Олардың түсіндіру, бірден дәлелдеу сапасы күшті деп есептеймін. Өзім сол жақтағы, сол Астанадағы спикерлер сияқты болғым келеді. Керемет. Енді жалпы біз білеміз, пікірсайысқа келгеннен кейін міндетті түрде бір дайындық керек, арнайы бір ережелерді танысу керек. Жалпы пікірсайысқа дайындау үшін бір ораторлар келіп, болмаса бір білімді, ғылымды ғалымдар келіп, лекциялар өтпейді. Жалпы пікірсайысқа тезірек жетістікке жету үшін, жалпы жетістікке жету үшін ең мықты дайындық түрі не деп ойлайсыздар? Жалпы сіздер президент пікірсайыс клубы қалай дайындалады? Қазір қалай дайындаласыңдар? Жетістікке жету үшін тұрақтылық керек шығар. Тұрақты түрде, мысалы бізде әр апта сайын 3 жиналыс болады. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері біз кешкі 6-дан кейін жиналып, өзіміз лекция оқытамыз. Алдыңғы жылы мен президент дебат клубының бас бапкер болдым. Қазіргі кезде Дүйсенәлі Заңғар деген екінші курс студенті бар. Оған дейін өзіміздің тағаларымыз менесіздер, бізге лекциялар оқыттыңыздар. Одан басқа біз кейде онлайн түрде басқа аймақтардың, басқа қалалардың спикерлерінен тренингтер алып жүрдік. Ашық желілерден, интернет, YouTube сияқты арналардан, түрлі жерлерден өзіміз ақпараттар теріп, бір-бірімізбен бөліскенбіз. Мен ойымша сол егер барлығын жинақтасақ, тұрақты түрде дайындалсақ, бір-біріміздің сабақ алып, және көбірек сол дебат ойнап, тәжірибемен сол жетістікке жете аламыз. Сіздің ойыңызша? Мен үшін ойын практикасы көп болған маңызды. Менің ойымша, ойын практикасы көп болған жағдайда студенттер, дебатқа қатысушылар, ол осы аудиторияға, қарсыластарға бейімделеді. Дебатта андай бар, хай бар, лоу. Ең төменгі ранг алатындар, ортаңғы деңгей және жоғарғы деңгей. Ең төменгі ранг алып жүріп, жоғарғы ортаңғы деңгейге көтерілген кезде, саған жоғарғы деңгейдің бір төмен алған бала келсе, адамдарда қобалжу басталады. Сол адамдар, студенттер жетістікке жететін кезде, жас буын кезінен ол лоулоуда жүреді, лоулоуда қадалады, одан кейін лоулоудан хайлоуға көтеріледі, ортаңғы деңгейге. Ортаңғы деңгейде ұтылады, сөйтіп жүреді да, одан осы ортаңғы деңгейге бейімделеді, ортаңғы деңгейдің спикерлеріне барлығымен. Кім келсе де бәрібір болады. Ешкімнен қорықпайды. Сен өткенде жеңілетін жеңілгенсің, жеңгені жеңгенсің, жеңгенде өзіңде сенімділік пайда болады. Мен оны өткен турнирде жеңгемде, жеңілсең, өткен жолы жеңілдім ғой, бүгін де жеңілсем ештеңе етпейді деп айтады. Сөйтіп хай-хайға көтеріледі. Осы ойын практикасы көп болған кезде балалардың қобалжуы азаяды біріншіден, екіншіден информациялық база, ақпараттық базамыз өте қатты. Менде дебат ойнаған кезде жиналады. Лекция көргеннен тағы басқадан, келісем, ол маңызды. Лекция көру, видеоларды көру, тренерлермен жұмыс жасау, ол маңызды. Бірақ дебат ойнаған кездегі ақпараттық база, сен өткені финалға шығайын деп тұрасың, болмаса бірдек финалға шығайын деп тұрасың, іріктеуден соңғы раунд өтейін деп тұрасың, сен қадал қызың, анау саған қарсы айтылған ақпараттық базаны сен жаттап аласың. Ол қатты адам миына тез сіңеді. Ақпараттық базаның ойын практикасын көбірек аламыз.
ол ақпараттық база маңызды, қобалжымау, өзің идеяңды толыққанды түсіндіріп беруі маңызды. Ал конструктивтіға келетін болсақ, ол тек қана лекциялардан алынатын дүние. Сен ойыңды конструктивті тұрғыда жік-жігімен дұрыстап жеткізетін болсаң, ондай заттарды лекциядан үйрену арқылы аласың. Оны ойын практикасына ала алмайсың, оны немеден алу керек, лекцияларды көру арқылы алу керек. Қысқаша айтқанда, бірінсіз ол болмайды, барлығының несін көру керек. Көбірек ойнау керек, лекцияларды көбірек оқу керек, тыңдау керек, көру керек. Жалпы қазіргі пікірсайысқа қарасақ, пікірсайысқа көптеген бір әртүрлі көзқарастар айтады. Бұрынғы мықты спикерлер жетіспейді дейді, болмаса бір мықты төрешілер жетіспейді дейді, болмаса біреулер жалпы қызықты қаралар жетіспейді дейді. Кейбірлерге барсақ, жақсы бір қонақ жайлылық, бұрынғыдай кереметтей атмосфераны сезінбейміз дейді. Жалпы менің ойымша, кез келген пікірсайысты күшті, әдемі ететін әрбір спикердің өзі деп ойлаймын. Спикер мықты болса, мықты төреші болады. Ол мықты болған сайын оның жалпы ойын сапасы артады деп ойлаймын. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар, осы қазіргі пікірсайысқа не жетпейді деп? Мен дебат ойнамағалы 1 жыл болды ғой, 1 жылдан асты. Бірақ көрем, телеграм каналдардағы барлық балалардың идеяларын, барлық балалардың бас төрешілердің қойып жатқан тақырыптарын көрем. Бірақ тақырыптар ең басты проблема, тақырыптар қайта қатты айланып жатқан сияқты. Өйткені бұрын президент дебат клубында Бекхан біз реза шығарған кезде көбірек техникалық мамандықтар, техникалық аргументтерді беруге тырысатынбыз. Тақырыптарды, қараларды беруге тырысатынбыз. Ал қазір бөлі қай тақырыпты алсақ, ол өткен турнирде, бұрынғы турнирлерде қайталанбады, болмаса өткен жақын арадағы турнирлерде қайталанбады, және қай тақырып кең деп көрінеді. 4 үстелге де айтуға оңай болатын, айтатындай аргументі бар, қай тақырып кең деп соған қарай қарайтын сияқты. Ал ол көп жағдайда бас төрешілер жаңа тақырып салғысы келеді, бірақ жаңа тақырыптың барлығы тар, барлығы көбінесе тар, көбінесе ащы позициялар жеңіске жетіп жатады. Меніңше сол ғана сияқты. Ал тақырып төрешілер, ол спикерлер, олар ауыса береді, ол жыл сайын. Маңыздылығы меніңше биылғы әлсіз спикер келесі жылы өте мықты спикер болуы мүмкін. Қосатын болсам, менің ойымша басты бір проблемалардың бірі қазіргі қазақстандық пікірсайысты алсақ, ол әр аймақта пікірсайыстың әртүрлі болуы. Біріншіден, ол әртүрлі формат. Мысалы, біз жақтарда, Астана, Семей сияқты аймақтарда көбінесе британдық форматта ойнаса, оңтүстікке қарай Алматы сияқты қалаларда олар көбінесе американдық форматта ойнайды. Ол бір. Екіншіден, тіпті бір форматта да ойнаса, ойынның ережелерін әртүрлі түсінуі мүмкін. Негізі дебатта мануал деген нәрсе бар. Ол дебаттың барлық ережелері. Бірақ әр аймақтар, әр клубтардың барлығы сол мануалды оқи қоймайды, оған сай бір ереже қоймайды өз дебаттық турнирларында. Одан кейін біз жақта ашу үстелдер мен жабушы үстелдерді осылай бір төрешілік салыстырса, басқа жақта мысалы жабушы үстелдердің сөздерін басқаша төреші қабылдайды. Одан кейін сен қалай сол аргументін түсіндіресің, қалай дәлелдейсің, қалай салыстырасың, әр региондарда әр түрлі. Сондықтан бір объективті түрде сен бір жетістікке жету қиынырақ болады, менің ойымша. Өйткені сен әр регионға барасың, әр аймаққа барасың, сен сол аймақтың өз стиліне бір бейімделу керексің. Қатты проблемалардың бірі, мына басқа региондағы топчик күшті спикерлер келесі АПФ-тің оңтүстіктің турнирлеріне барып чемпион бола алмайды, болмаса оңтүстіктегі өте мықты топчиктер Астанаға келіп чемпион бола алмайды. Болған спикерлер бар, біз оны жоққа шығармаймыз, бірақ
екі жақта да бірдей формат болмағаны қиынырақ. Жалпы білеміз, пікірсайысшылар көбінесе пікірсайыс турнирлерін ұйымдастырады, жалпы көптеген республикалық, халықаралық турнирлерге қатысады. Жалпы осындай кезде көптеген бір қаржылай көмек болуы мүмкін, бас тағысындағы көбірек көмектер керек. Жалпы осы кезде университеттің осы пікірсайыс ұйымына қолдауы қаншалықты сіздерге сезіледі, жалпы қолдауы қаншалықты деңгейде? Қолдау әрине бар. Біріншіден біз университетте өзіміз жиналыстар жасаймыз, бізге әрине аудитория керек, өзіміздің кабинетіміз бар, екіншіден біз турнирлар жасаймыз. Турнир жасағанда бізге жүлде қоры керек, сыйлықтар керек, дипломдар керек, түрлі рамкалар керек, кубоктар керек. Оның барын бізге әрине біріншіден ең басты демеушіміз ол университет. Университет оның барын бізге береді. Үшіншіден ол біз турнирларға шығу үшін бізге университет қаражат береді. Одан басқа біз сол клубымызды әрі қарай дамытамыз деп адамдар шақырсақ, немесе бір шара ұйымдастырамыз десек, әрқашан да универ бізге иә дейді, ұйымдастырамыз, оның барлығын адамдар шақырамыз, турнир ойнаймыз, турнир ұтамыз. Менің ойымша қазіргі кездегі тек дебат емес, барлық студенттік ұйымдар мен университеттің қарым-қатынасы бұрынғыдан қарағанда жақсарды деп есептеймін. Университет президент дебат клубына қандай көмек көрсетті ма? Барлығын жасады ғой президент дебат клубы үшін. Кабинеттен бастап, құрылуынан бастап көмектескеннен қазір аяққа тұрып, қазіргі деңгейге жеткенге дейін барлығын әрқашан қолдауға тырысты. Ол басшылыққа біріншіден алғысымызды білдіреміз. Сол кездегі 2019 жылы мен бірінші курспын. Сол бірінші курстағы жаңа келген балаға сеніп, сондай мүмкіндік берген үшін алғысымды білдірем өзімнен. Одан кейін жұмыстар қарай жүру барысында университеттің өте көп көмегі тиді. Біз университетке ол жағынан өте қатты ризамыз. Жалпы университеттің поддержкасы жастар саясатына, жастардың дамуына, кез келген организацияға өте қатты керек, ол маңызды. Сол үшін өте қатты керек. Олай болса, жалпы осындай бір университеттің қолдауы клубтың дамуына өте көп үлес қосады деп ойлаймыз. Жалпы енді осы президент пікірсайыс ұйымының университетке қосып жатқан үлесі қандай деп ойлайсыз? Біз дебатты тек университеттің ішінде ғана ойнамаймыз. Біз айтып кеткен түрлі турнирлар ойындастырамыз. Бізге тек басқа региондардан ғана емес, балдардың ішінде болсын, балдардың қасындағы басқа қалары Ақсу, Екібастұз, немесе ауылдардан да келіп отырады мектеп оқушылар. Біз мектеп оқушыларына арнайы турнирлар жасаймыз, немесе студенттік лигадағы турнирларға оларға қатысуға рұқсат береміз. Оның арқасында қазіргі кездегі мектеп лиганы қарасақ, көбі президент дебат клубын білет, көбі Торайғыров университетін білет. Қазіргі біздің келіп жатқан бірінші курс студенттеріміз бізді біз бұрын өткізген турнирлардың арқасында, біздің бұрынғы жетістіктеріміздің арқасында біліп жүр. Олар президент дебат клубын үшін мұнда келеді. Олар президент дебат клубының арқасында университетімізді таниды. Сондықтан, егер біз осындай дамуға дайын жастарды өз университетімізге тартсақ, бұл біздің университетке көрсететін бір алғысымыз деп есептеймін. Университетке президент дебат клубы не береді. Біз әрқашан университетімізбен, өзіміздің қара шаңырағымызбен мақтанамыз, шыққан түлектер ретінде. Ал әрқашан турнирлерге шыққан кезде президент дебат клубының және Торайғыров университетінің туын мақтана биік ұстап жүреміз. Ол имиджін одан әрі арттыратын шығар. Одан бөлек дамын, қозғалам деген жастардың басын қосып,
басын қосып осы жастарды жалпы Торайғыров университетінде болып жатқан жастар қозғалысына бірге атсалысуға итермелейміз. Сол жастармен бірге Торайғыров университеті дамуына барынша атсалысамыз, өзіміздің қолымыздан келгенше. Бізден не сұрайды, сол нәрселерді барынша беруге тырысамыз. Жалпы біздіге берілген уақыт осымен аяқталуға жақын. Жалпы тою жастары бағдарламасының көрермендеріне өз жылы тілектеріңізді айтсаңыздар. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Сіздерге айтарым, дебат ойнап көріңдер, немесе қарап көріңдер, дебат турниріне барыңыздар, қолданыңыздар. Осындай дебат сияқты қозғалыстар ертеңде біздің университеттің, еліміздің жастарының барлығына үлкен қолдау болады, үлкен бір дамудың іргетасын қояды деп есептеймін. Сондықтан аман болыңыздар, осы толық тою подкастын қарап жүріңіздер. Біріншіден, осындай мүмкіндіктер берген үшін басшылыққа алғысымызды білдіреміз. Бұрынғы жылдары бұндай болмаған. Дамып жатқандарыңызбен, жаңа подкасттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді менен кейінгі жастарға, қазіргі бірінші курстарға, екінші курстарға айтарым, жалпы университетте жатақханада бос жатқандан қарағанда келіп қандай да бір кез келген организацияға қатысқан дұрыс. Ол сіздер үшін өте пайдалы болады. Ең кемінде бір дос табасыздар. Өздеріңіздің коммуникацияларыңызды дамытасыздар, байланыстарыңызды арттырасыздар. Ол өте жақсы, пайдалы деп ойлаймын. Ал дебат жайлы, дебат ол бағанадан бері айтып жатыр курс емес. Дебатқа келіңіздер, көріңіздер, тіпті көрермен болып келіңіздер. Егер осы подкастты мұғалімдер келетін болса, мұғалімдер, оқушыларыңызды алып келіңіздер, дайындалып, олар да жетістікке жетсін. Жалпы студенттер ретінде дебатты көріп, бірлет ойнап көріңіздер. Ол өте қалай айтсақ болады. Сіздер үшін мүмкін дамудың алғашқы қадамдарының бірі болады. Жалпы подкастта бізге берілген уақыт аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған президент пікірсайыс ұйымының мүшелері Дәлелхан Келжебек және де Назымбек Данияр. Бүгін сіздермен президент пікірсайыс ұйымының жалпы жұмысымен, пікірсайыста болып жатқан жағдайлармен таныстық деп ойлаймын. Сіздермен болған Нұрхан Ералы. Алда шынайы әңгімелерде жолыққанша. Сау болыңыздар. Көп көрсең де үміт үзбей, келесің көз жасыңды тыйып, сен